бұл қауіпті дейді, жағдайың қиын болады бала дейді, қой дейді, успокойся дейді, арманда просто дейді, жатып алып армандай бер дейді. Ана дүниеде тоқалым болсын деп арманда дейді. Ана дүниеде сол жаңағы итак молдалар ана дүниені айтып жатыр ғой. Сен ана дүниеде тоқалды армандасаң, бұл дүниеде тоқал алмай-ақ. Сөйтіп армандап төсекке қарап, қарап жатыр, сені қарап. Мына әйеліңе қарасаң елестей алмайсың. Потому что 80 килограммнан тоқал елестелмейді, ар жағынан таудан асамайсың. Сені қарап жатсаң жақсы армандайсың. Сөйтіп армандап жат, көрерсің. Қызыммен ұрсу көп болады. Ұрысқан жөн бе, сенікі дұрыс дей салған дұрыс па? Қызым дегенде қандай қызыңыз? Жүріп жүрген қызыңыз ба, жоқ өзің тудырған қызың ба? Келінім кетіп қалды, шешесі араға түсіп отыр шешесі. Құдағиыңызбен сөйлесіңіз, кешірім сұрап, балаңыздың келінін алып келіңіз. Түсте аян берген атты қою керек па? Күйеуіміз екеуміз ішімізбе бітпес бір ниеттен Мұхаммед деп атап қойып едік. Түсте Мұстафа деп келді. Екеуі бір ат қой. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям аты Мұхаммад Мұстафа. Қазір президентіміздің аты екеу, Қасым Жомарт деген сияқты Мұхаммад Мұстафа деп қойсаң да болады. Екеуін қатар. Сонда аянды да қоясың, ниеттегенді де қоясың. Супер. Жол екеу. Ұлдаман адамдарға не істеуге болады? Емі бар ма? Бар. Жүріп жүрген қызыммен ұрысу көп болады. Ұрысқан жөн бе? Сенікі дұрыс дей салған дұрыс па? Бұл қызбен жүрмеу керек деген сөз ғой. Бұл қыз болып тұрып ұрысып тұр. Ертең саған тиіп алса көзіңді ағызады. Соң жылап маған кеп тұрасың, Нұреке, қатыным өлтіретін болды, естейін деп. Енді сенікі дұрыс дей салайын десең, вообще подкаблучник болып қаласың. Шпагатқа уже отырайын деп тұрсың қазір. Көрсеші енді. Басқа вариант жоқ болса, жар деген жалғыз болса, бағың ашылсын айналайын. Елен, некеңді бірақ маған қайдар, ұрсам тойда мен. Некеде ұрсам мен. Жаман ұрсам. Балаға да ұрсам, қызға да ұрсам. Балаға ұрсам, қызды жылатпа, қазақтың қызын жылатпа, ақшаңды бер, тапқан табысыңды бер, ақылын сұра, кеңес, ақылдас, ұрма, соқпа, ар-намысына тиіспе, саған дейінгі өткен өмірін вообще шұқыма, кіммен жүрді, кіммен жүреседі өзі біледі, ол өміріне қызықпа деп жаман ұрсам саған. Соның кейін сенің қызыңа да ұрсам, әйеліңе, күйеуіңді сыйла, бағала деп қатты ұрсам. Нұрлан аға, жоспарланған заттың бәрі болмай қала береді. Не себеп, не істесем болады? Жаным, өмірдегі нәрсен бәрі бола берсе, бәріміз бір-бірімізге тиіп ажырасатын бәрі ажырасып, планның бәрі өзгеріп кетпей ма? Сенің планың бар, Құдайдың бірақ өзінің қазақ айтпай ма? Адамның айтқаны емес, Құдайдың дегені болады дейді. Құдайдың дегені бар емес пе, алтыным-ау? Ғалымдар айтады, сенің айтқаның бола бермей, Құдайдың айтқаны болғаны жақсырақ дейді. Неге? Өйткені Құдай жақсырақ біледі саған не маңызды екен, керек екен. Хадис құдыси мынандай келеді, осын жаттап алыңыздар. Әй пендем дейді Алла Тағала, кейде сенің айтқаның болады, кейде менің айтқаным болады. Бірақ сен менікін айтқаныма жабысып, өзіндікін тастасаң, бәрібір мен айтқаным болады дейді. Әй пенде, егер сен менікін тастап, өзіндікіңне жүгірсең, бәрібір түбінде мен айтқаным болады, сен зияндыққа ұшырайсың дейді. Аға, намазда ұзын көйлек кию керек па? Қазіргі намазник көйлек ше дейді. Енді совсем тырыстырып киіп алсаң балеттің көйлегін, Лебединое озеро билейтіндей қылып намаз оқысаң,
періштелердің өзі шошып қашып кетеді ғой жан жақтан. Намаз болмай қалды ол. Мысалы, лосинамен намаз оқысаң. Қалай болады? Еркекке де харам. Еркекке де ондай киіп алып оқуға болмайды. Алды-артын бәрі шығып, балет билейтін киіммен намаз оқысаң өлді ғой. Спорттаған ражгартты киіп алып оқысаң, Құдай-ау. Аға, байды қатты сыйлай берсең да, қадіріңді білмей кетеді да, нервқа тиіп жібереді. Адамның қадірін Алла білмей ме, біріншіден. Екіншіден, сен жауап күтпей істей бер, болды, Алла өзіне санай берсін. Енді орысып, қырылысып, төбелесіп, расына шығып, а десе, ма де, бір ұрсап шақтығып алып, сковородкамен басына бір ұрып құлатып байқысты. Екеуің ол ұрса сен ұрып, а десе, ма деп. Не болады ол? Балалардың өзі шошып, қалай болады екен, білмеймін, көр енді. Науқанда дастархан мәзірі той сияқты болмауы молдалар неге айтпайды дейді. Ой, алтыным ау. Сен енді естімесең айтпайды деген сөз емес қой. 30 жыл болды молда айтқанда. Мүмкін сені отырған молда сөз желі айтамай жатыр. 24 сағат соны айта бермейді ғой. Айтады, айтып жатыр ғой. Бүкіл барлық жерде дайын меню бар. Содан кейін сен молдадан сұрайсың ба не? Иесі молдадан сұрау керек емес па? Әй, мен айтайын, мен қандай қылып қояйын деп. Мысалы, сен өзің науқан беріп жатсың, ас беріп жатсың. Сенен сұрадым, сен молдадан барып сұрадың ба? Мен пашариату өткізгім келеді, молдаке. Маған пашариату көрсетші десе, молдасы айтады, ас берме дейміз. Көрдің ба? Сен өзіңде проблема. Сен өзің беріп жатсың, сон молданы крайне қылғың келеді. Причем здесь молда? Астығын беріп жатыр, сен беріп жатсың. Сен өзің айт, мен бермеймін де. Мен бермеймін банан де. Мен дастархан вообще бермеймін, не істейсің маған де. Болды, все. Молда келіп бесплатно Құран оқып береді саған. Не молда істеу керек? Неге сен өткізесің, молда қарабет болу керек? Кешен ашал сөйледі. Әкеме 40 жыл қайтыс болған. Оның тасы жаман болып жатыр. Қасына жаңа тас қойға бола ма? Тағы 40 жыл өмір берсе Алла тағала саған тағы тас ескіріпсің, тағы тас қойып, папаң басын бәрі тас болып кетпей ма? Сенің туысқандарға бір тас қойып, қайын жұртыға бір тас қойып, папаң үстін бәрі тастар мекені болып кетпей ма? Сіз тастай сауап баратын нәрсе жасасаңшы, алтыным. Сен адал азамат бол, күйеуіңмен адil өмір сүр, бағыңның қадірін біл, Құдайдың берген нығметіне шүкір етіп сәжде қыл, аузыңда Құран, тіліңде зікір, ойыңда Алла болса, тастан үлкен нәрсе жасайсың, алтыным. Үйге кірсем, еңсем басып, еш нәрсеге қолым бармайды, дым өнбейді, еш нәрсе тұзбен жуам дейді, молда шақыртайын, шақыртып үйді тазаласам бола ма дейді. Үйге кірсем, басым ауырып, жата бергім келеді, телефон шығып, инстаграм көріп. Мау бастығым көтеріледі. Тамақ ішкенде ғана жақсы болам деп айтады дейді. Үйті тамақты біреу істеп, алдыма әкеп берсе, соны жеп жатқанда көңілім көтеріліп жақсы болам, қыдырғанда жақсы болам, қалтама ақша түссе жақсы болам деп. Біреу ақша берсе жақсы болам, ақша сұраса жаман болам десеш. Аяттыға оқы жаным, жақсы боласың. Үйіңді азан айтқызыр. Молдан келіп, молдаға не қыласың оны? Молданы шақыртып, оның ол жұмысы көп. Өзің ақ дұға қыла бер. Ішімдегі бала аман есен туылу үшін оқылатын дұға бар ма дейді. Ішімдегі бала аман есен туылу үшін, Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху сүннетінде дұғалар оқыған. Қолыңызды ішіңізге қойыңыз да, истихара дұғасын оқыңыз, құнут дұғасын оқыңыз, одан кейін ағуду бикалиматиллахи таммати деп басталатын дұғалардың көбін оқысаңыз болады. Қазір айтқанмен бәрі жаттай алмайсың оны. Менде сұрақ бар еді. Талақ айтқан соң өзі талақ түскен жоқ деп өзі құрып кетпеді, түсінбедім. Аға, жолдасым 1 жыл бойы зина жасап келеді. Не істесем болады? Арамызда бір қыз бар дейді. Сөйлесіп, мәнді шешу керек, бірақ дауға жібермеу керек. Істеген күнәсіне өзі жауап береді. Сіз жақсы бола беріңіз.
Ұстаз, дисциплинаны қалай ұстасақ болады? Өзімде намазбен ұстайсың. Намаздың дисциплинасын ұстаған адам қалған дисциплинаны оп-оңай ұстайды. Маңғыстау облысында Бекет атаның басына барып, осы жылы келесі жылда жақсы бере көр деп Алладан сұрадым. Солай дұрыс па деп санаймын, сіз не айтасыз? Кімнен сұрадың? Алладан сұрадым дейді. Болды, жауабың осы жерде дұрыс. Бірақ Бекет атаның басынан үйге келгенде сұрамай қойма, үйде де сұрай бер. Бекет атаның басына да барасың, жолда да сұра, ұйықтағанда да сұра, тұрғанда да сұра, жатқанда да сұра. Тек қана Бекет атаның басына сұрау керек па? Тек қана жұма күні сұрау керек па не? Четверг күні сұраса болмай ма? Среда күні, суббота күні бола береді ғой. Сол сияқты дүние жаным. Барлық жерден сұрай бер. Өзбекше білесіз бе дейді. Жүдайым зор кәпіраман. Аға карта шекер бар. Онда өлмекші жерде. Карта шекер. Түсінбедім. Бір кісіге қарыз едім, бірақ ол кісі өмірде жоқ. Қарызымды кімге берерімін? Бала шағасы да жоқ. Туыстарын танымаймын. Сол кісінің атынан садақа қағып беріп жібересің болды. Қапта шекер бар еді. Соның ішіне өрмекші жүр. Жеуге бола ма? Қантты ма, өрмекшіні ма? Өрмекшіні жеуге болмайды, қантты жеуге болады. Қантты үйті көп жеме, қант ауру болып қаласың. Қантты аздан же. Қызым бар, ажырасқанмын. Атанам тұрмысқа шық деп жатыр. Қызыңды уайымдама, өзіміз қалады, өзіміз қараймыз дейді. Бірақ қызымды қалдырып, тұрмыс құрғым келмейді. Қалай жасағам дұрыс? Күйеуге шық. Срочно шық. Қызыңды бере тұр, атанан қарасын. Құран үйреніп жүредім. Адамдардың сөзінен ұялып бармайсың деп жатыр. Уже Құранға түстім, енді тастап кеткім келмейді дейді. Демек, Құран өміріңе кіріп атқан жоқ деген сөз. Құранды оқып атсың, Құран сенен ажырамайды. Қашан? Сол оқыған әрбір Құранның аяты сенің өміріңе кіргенде. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху салауат дәрежесі қашан өтеді? Пайғамбардың өмірі сенің сүннеті өміріңе кіргенде. Міне сол сенің өміріңе кірген кезде Құран. Пайғамбарымыз саллаллаху қайтыс болғанда халық келіп әйелінен сұрады. Пайғамбардың мінезі қандай еді? Құлқы қандай еді? Құран. Құран еді оны, Құранға сай еді деген сөз. Сондықтан сол Құранды оқығаныңды өміріңе кіргізсең, Құран сенен кетпейді.